Всем привет! Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Жаңадан қосылып отырсаңыздар тіркеліп кетіңіздер. Міндетті түрде сіздердің комменттеріңіз, лайктарыңыз мен үшін маңызды. Бүгін бізде тақырып маған қандай жігіт ұнайды. Мен әлі тұрмыс құрмағанмын. Сол себепті жігіт деген мәселе мен үшін осы жылдан кәдімгідей бір ең маңызды тақырыптардың біріне айналды. Себебі кіммен сөйлессең де, таныссаң да, достардың арасында болсын, отбасыда болсын, барлығында сұрайтын жігітің бар ма? Саған қандай жігіт ұнайды? Неге саған жігіт жолықпай жүр деген сондай сұрақтар болады. И сол сұраққа жауап, маған қандай жігіт ұнайды? Жігітке келген кезде мен өте қаталмын. 5 талап қоямын оған. И сол 5 талапқа келетін болса, онда мен әрқашан таңдауға дайынмын. Ол 5 жігітте болу керек қасиет. Біріншісі жауапкершілігі, екінші адалдығы, үшінші жомарттығы, төртінші еңбекқорлығы, бесінші мейірімділігі. Осы 5 қасиет бар жігітте, мне кажется, барлық қасиет бар деп ойлаймын. Ол мені жақсы көрсе, ода барлық қасиет болатынына мен сенемін, потому что айтады ғой, жақсы көрген жігіт барлығын жасай алады, барлық қасиетті иемдене алады деп айтады ғой. Көп талап қоймау себебім өзімнің миымды ашытқым келмейді. Если менде талап мынадай 20-30 шақты болса, мен мына жер мынандай болу керек, ана жер андай болу керек деп сөйтіп жүремін да. Мына 5 қасиеттің өзінде де кәдімгідей бірден адамды тануға көмектеседі. Жігітпен танысасың, и танысқаннан кейін шетінен жайлап қарай бастайсың. Оп, мына келіп тұр. Все, уже давайте деген сияқты сондай бір осы 5 қасиеттің біреуі келмей қалса, значит, ладно деп қоя салатын сондай әдетім бар. Оңтүстіктің қызы болғаннан кейін 18 жасқа қалай толдым, солай менің еститін сөзім: қашан тұрмысқа шығасың? Қашан. Қазір енді жасым 23-те, мен ерте тұрмысқа шыққым келген жоқ. Кез келген жігітке өзімді тапсырғым келген жоқ. Маған ұнамайды. Сөйлесіп жүрем да, и что-то мен оған тапсыра аламын ба деген сияқты сондай бір ойлар болады да. И сосын мен оған тапсыра алмайтынымды түсінгеннен кейін мен все уже не хочу болып қалады. Сол себепті мен отбасы болуды, ол өзіңді тапсыра алу, яғни қыз болғаннан кейін жігітке енді біз арқа сүйейміз ғой. Полностью енді арқа сүйеу емес, бірақ арқа сүйейміз, ол біздің қорғанышымыз деген сияқты. И сол себепті сол моментке келген кезде мен өзімді оған тапсыра алмайды екенмін. Оны отбасылық жағдайда қамқоршы ретінде сезіне алмайды екенмін. Маған жігіттің қамқорлығы, оның қасында менің сезінуім, қалай маған ұнап тұр ма, ұнамай тұр ма. Если мен өзімді ыңғайсыз, бір түрлі, если ұнамаса, ол жерден кету керек деп түсінемін. Если саған ұнамайтын нәрсені өзгертем деп тырысу да ол қателік деп ойлаймын. Себебі адам если өзі өзгермесе, оны сен өзгерте алмайсың. Даже мені басқа адам өзгерте алмайды. Қанша өзгертемін десе де, бәрібір мен сол қалпыма келем. Себебі мен оны қаламаймын. Себебі мен өзімді өзгертуді қаламаймын. Мен осы қалпымда, осы қасиеттермен мен жақсы көремін да. Кейін барып бір өзіме ұнамай өзгерту керек деген кезде ғана өзгертсем, онда болады. Сол себепті отношение кезде бірінші өзімді қоямын. Маған ұнап тұр ма, ұнамай тұр ма деген сияқты өзіме қоямын. Қалай сезініп тұрсың? Сен жақсы сезініп тұрсың ба деген сияқты. И сол момент, если жақсы сезінбесем, бірден кет қаламын. Если жақсы сезінсем, онда сол жерде қаламын. Осылай. Отношение мен үшін ең маңызды рөл атқарады. Оның ұғымы да мен үшін өте үлкен. Себебі отношение ол екі адамнан тұрады. Екі адам егер
бір-бірін одан сайын бақытты қылмаса, ол отношения соңына дейін барады деп ойламаймын. Мысалға, мен қазіргі кезде бір өзім болған кезде бақытты сезініп жүрсем, ал екінші адаммен қосылған кезде, яғни қыз бен жігіт болып қосылған кезде, мен одан сайын бақытты болуым керек. И ол да одан сайын менімен бірге болған кезде одан сайын бақытты болу керек. Мен ойлаймын, сол кезде ғана жақсы отбасы болады деп. Ең маңызды айтатын жайт, ол екі адам жолыққан кезде олар бір-бірін сол қалпында қабылдай ала ма? Сол мінезімен, қасиеттерімен, жүріс-тұрысымен, киіммен, түрімен, барлық внешность, внутреннее состояние барлығын сол қалпында қабылдай алса, онда ол окей. А если чуть-чуть бір нәрсесі ұнамай тұр, и оны өзгертемін, кейін өзгертемін десеңіз, мен үшін ол өзгертілмейді деген ой. Себебі мен біреуді өзгертемін деп, бәрібір ештеңе өзіме пайда таппаймын. И еще мен ол адамға ол жасап жатқан нәрсем ұнамауы да мүмкін да даже. И сол себепті ол ұнамайтын нәрсесін жасап жүреді мен үшін, мен ол үшін ұнамайтын нәрсені жасап жүремін. Ол кезде адам өзін жоғалтып алады деген ойдамын. Сол себепті мен үшін отношения ол одан сайын бақытты болу және адамды сол қалпында жақсы көру. Қазір қандай? Сол қалпында жақсы көру. И сол кезде ғана жақсы отбасы болады деген ойдамын. Менің ойым отношения туралы ойым осы. Барлықтарыңызға рахмет. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге. Всем пока.